Сәлем достар, сіздермен болған Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия тақырыбы қалалық келін бірінші бөлімі. Мен бұл сериалды жалғыз өзім түсірмеймін, яғни Қалап болады. Қалап кіммен десеңіздер, Жылзайтока World пен оны кейбір біреулері танымайды. Сондықтан оның YouTube аккаунтын комментарияға тастап кететін боламын ссылкасын. Сіздер оның аккаунтына кіріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, ол сіздерге тырысып қызықты қылып салатын болады. Сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик басып кетіңіздер. Екінші бөлімін Жылзайтока World'тан көре аласыздар. Болсай, атсай, тез болсайны, қашып бара тұр ғой, атсай тез. Мыналар бот па немене бәле, мен ботпен ойнап жатырмын ғой. Мә, атылып жатырмын. Той, бол атсай. Адам нервына тиіп, мынау да бот қой. Жан неге ұйқы бермейсің, үнемі сондайсың ғой. Жай ойнайсай, неге осы жерге кеп ойнап отырсың? Әдейі ма? Барсайшы, басқа жер бар шығар. Бұл саған бір ауыл емес қой. Бұл үлкен бөлме екен ғой. Жынды ма? Баршы анайға, адам сияқты ұйықтайық. Адамды ұйықтатпадың ғой. Ұйқымды аш жердің, енді қалай ұйықтаймын? Қойшы, болса ренжідім. Ой, бұл жан кешірші. Просто есімнен шығып кетіпті. Қайдан білейін енді? Мен ауыл деп ойлап қала беремше. Ничего, кешірші. Жыда, мен кешіруге міндетті емеспін. Мына нәрсені көргім келмейді. Қалат пен орамалды маған ұнамайды ғой. Мә, саған не үшін шықтым екен? Шаршап кеттімше. Оданша қалалық киюге шыға салуым керек еді. Сол енді ауылбас келін болып жүрейін. Адам нервына тиіп, осыны киейін бе? Или басқаны киейін бе? Білмеймін, мына қыдыратын киім сияқты. Қазір мына жерден көрейінші. Так, мынау болмайды. Мынаны кие салайын. Осы әдемірек үйге кигенге. И потом болды. Кеттім. Жан, кешірші. Мен білмей қалдым. Просто есімнен шығып кете береді. Кешірші. Енді мен ауыл деп ойлап қала беремін ше. Енді білесің ғой, мен ауылда өстім дегендей. Қойшы, осы ауылыңа бардық қой, көрдік қой. Мамаң сені мені менсінбейді, жақтыртпайды ғой. Енді білесің, мамам сені жақтыртпайды емес, енді мамам сондай ғой мінезі. Енді түсінші. Қойшы, сол есіме түссе қатты жеркеніп кетемін. Ауылбайский вообще ұнамайды. Кешірші. Қойшы, нормально тамағымызды ішейікші. Жарайды. Еще ояқта тамақ пісіресің. Надоел уже. Мына жерді жинап қоя сал. Я, жинаймын. Бекер істедімше, өкініп қалдым істегеніме. Енді мына жерді жинап тастайын. Ой, қойшы болды. Жынданбай қояйыншы. Мен қазір видео түсіруім керек. Енді инстаграмға видео салуым керек. Әппесе менің подписчиктерім отписка жасап жатыр. Сондықтан күніге видео салып тұру керек. Әппесе мен жоғалып кеттім ғой. Ауылға барғанда вообще видео түсіре алмайсың, интернет те жоқ. Ал қала өте күшті. Ендеше бастайын. Сәлем достар, мен көп жоқ болып кеттім, яғни бір шаруалар болып қалды. Себебін айтпай қояйын. Қазір мен сіздермен бірге боянатын боламын. Ең бірінші, мына жерде менің косметикаларым. Міне, мен қазір бірінші тен жақпаймын, сосын барып жағамын, яқты тұра берсін. Бірінші мен бетімді тазалап аламын осымен. Және де болды. И енді мынамен сүртіп шығатын боламын. Бетімді тазалап шығуым керек. Бірінші жасамай тұрып макияж. Мінекей тазалап болды. Енді бояна берсек болады. Бірінші мен
осы сенімді жағатын боламын. Ойбу достар, мен енді кисточкамды ұмытып кетіппін, қазір алып келетін болам. Мінекей достар, мен кисточкамды әкелдім. Менің кисточкаларым өте көп. Ендеше көзімізге жағайық. Мен давайте қоңыр светі жағайын, өте әдемі көрінеді. Мінекей осылай жағып алдық. Енді қоя салайық. И там қазір мына жерге түсіп қалды ғой. И және де қазір енді біз помада жағайық. Мінекей. И және де шашымызды тарап алайық. Бірінші заколкамызды алайық. Бұл өте әдемі заколка. Менің ең жақсы көретінім заколка. Енді шашымызды тарап алайық. Сол кезде әдемі боламыз. Мінекей, енді мынаны мына қоя салайық. Және де осымен менің макияжым болды. Негізі менің макияждарым өте көп тұғын, яғни косметикаларым. То есть қателесіп кеттім, кешірім сұраймын. Енді сол мен жақында бір көптеген косметикалар аламын. Сол кезде мен сіздерге көрсететін боламын. Ендеше сау болыңыздар. Ой, бірше енді мына жерді жинау керек болды ғой. Шаршап тұрмын ше. Мына видеоны монтаждау керек. Уақытым жоқ болып тұр ғой. Не істесем болады екен? Ой, жігітім бар екен ғой. Соған айта салайын. Не болып қалды? О, онсыз да өзі келді. Енді не десем болады? Мен саған бір өтінішім бар. Осы жерді жинай салшы, өтінем. Не, мен өзім ыдысты жуып бердім ғой. Өзің жинай салшы, өзің шаштың ғой. Не болып қалды соншама? Жинай салсам болмай ма? Кетші бар, өзім-ақ жинаймын. Ой, тағы не істеп қойдым, ренжітіп алдым ғой. Жоқ, жан, өзім жинаймын. Шаша кеттім ғой. Ладно, жинай салайыншы. Мінекей. Мынандайға қоя салайын. Енді мен басқа біреуге жинап беріп жатқан жоқпын, өзімнің ең қымбат адамыма жинап беріп жатырмын ғой. Енді кешірген шығар. Міне болды. Неше кеттім. Ой, сөйтіп айтпасан ол істемейді ғой. Сөйтіп айту керек қой. Қойшы, ренжідім, өзім істеп алам депші. Адам нервысына тиепші. Адам ұқсап айтты қой, жинай салшы жаным деп. Жалынып тұрсақ та істемейді ғойшы. Енді менің уақытым жоқ болып жатыр ғой. Жынды ма? Так, енді пиццаға және бургерге заказ берейін. Так, хабарласайыншы. Міне алды. Саламатсыз ба, сізге не керек, айта беріңіз. Яғни бізге 2 пицца, маргарито, ал сосын 2 бургер. Осыны алып келсінші. Қазір мен сізге мекен жайды жіберетін боламын. Аха, жарайды, түсінікті. Осы номер ғой, а? Я, осы номер. Жарайды. Жан, сен білесің ба, мен қазір ғана пицца және де бургерге заказ бердім. Пиццадан 2, бургерден 2, пиццада маргарита әкеп береді. Рахмет жаным, онсыз да историяға салу керек еді, инстаграмға көп болды солай салмағаныма. Күшті болды. Ал суши? Оны ма қазір өзім әкелем. Әппесе заказ берейін десем, коламен бірге. Просто да қымбат та ояқта. Сондықтан қазір өзім бара салам. Жарайды. Так, кім келіпті, көрейікші. Саламатсыз ба? Бұл кім? Мен ғой, яғни сіз заказ беріп едіңіз ғой, пицца және де бургер. Я. Мінекей, сіздің заттарыңызды әкеп тұр, яғни заказдарыңызды. Уже еліп қойын ма? Я, енді тез піседі ғой. Мінекей, мына 2 пиццаңыз, және де мынау бургер. Аха, рахмет. Қазір каспимен төлеймін. Жарайды, сау болыңыз, ас болсын. Рахмет. Уже келіп қойыпты ғой, күшті. Ендеше фотоға түсіріп алайын да, историяға салайын инстаграмға. Мінекей, чик. Күшті түсті екен. Енді осыны салуым керек. Және де қазір бір видео салып алайын. Күте тұршы, демей. Неше кеттік. Достар, көргендеріңізде бізде осындай
бургер және де пицца заказ бердік, және де бізде осындай сусындар, менде мохито, ал менің күйеуімде осындай бір шабдалы ма, сондай не алыпты, енді білмеймін. Осындай нәрсе бізде. Енді бізге ас болсын, кімде тамақ ішіп отыр, соларға да ас болсын. О, ендеше жей бер. Иә, өте дәмді сияқты ғой. Иә, рахмет саған көп жаным, сол. Оқасы жоқ, бұның бәрі сен үшін ғой. Күшті екен. Күшті, дәмді екенші, маған қатты ұнады. Қазір мен де жеп көрем бургерімді. Мына өзгеше бургер сияқты. Тәтті ғой, маған қатты ұнады. Мен уже тойып қалдым ғой. Мен жемеймін, өзің жей бер, уже тойып қалдым. Жарайды. Тоқташы, маған біреу звондап жатыр. Кім звондап жатыр? Көрейінші. Мама звондап жатыр. Не? Не үшін? Білмеймін, қазір алып көрейін. Алло, мама, қалайсыз? Жақсы балам, өзің қалайсың? Жақсы. Енді қалай айтсам болады екен? Маған көп звондамай кеттің ғой, хабарласпай кеттің. Енді менің қолым бос болып жатқан жоқ, түсінсеңіз енді. Балам, мен бүгін или ертең сендердің үйлеріңе барамын, яғни қалаға. Мені күтіңдер. Жарайды, келе беріңіз әрине. Сау болыңыз, сізді күтеміз. Иә, сау бол. Не үшін келеді? Білмеймін.